Ертеде, ешкі жүні бөртеде. Баяғыда бір кемпір мен шал болыпты. Почти все сказки на казахском начинаются с таких вступительных фраз. Сейчас, безусловно, век цифровизации. Даже если вы думаете, что детям не интересны сказки, вы ошибаетесь. Сейчас современные дети стали меньше думать, меньше мечтать. Они растут на всем готовом. Они должны фантазировать, воображать. Вот 5 причин, почему нужно читать детям сказки. Во-первых, сказки расширяют словарный запас и тренируют память. Во-вторых, сказки развивают воображение, фантазию и логику. В-третьих, чтение формирует мировоззрение и расширяет кругозор. В-четвертых, чтение воспитывает и помогает адаптироваться к реальной жизни. В-пятых, сказки могут помочь в расслаблении и компенсировать недостаток эмоций. Также можно использовать сказки для подготовки ребенка ко сну, что я сама делаю на практике каждый день. Представляем вашему вниманию самые интересные сказки на казахском языке. Мақтағыз бен мысық. Мақтағыз бен мысық екеуі дос болып жүреді. Мақтағыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысықты шақырады. Мысық келмейді. Қыз, келмесең келме, деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, неге шақырдың, деп сұрайды. Мақтағыз айтпайды. Сонан соң мысық, ендеше қатығыңды төгем, дейді. Мақтағыз, мен құйрығыңды кесіп аламын, дейді. Мысық қатықты төгеді, мақтағыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық, апа, құйрығымды берші, дейді. Мақтағыз, менің қатығымды төле, дейді. Мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші, дейді. Сиыр, менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші, дейді. Мысық ағашқа барып, ағаш, жапырағыңды берші, дейді. Ағаш, мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ беремін, дейді. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңіздерші, дейді. Қыздар оған, бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз, дейді. Мысық дүкенге барады. Әй, дүкенші, маған сағыз берші, дейді. Дүкенші, маған жұмыртқа бер, дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші, дейді. Тауықтар, бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз, дейді. Мысық, енді не қыламын деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Жаныңның барында айт, үйіңде не бар, дейді. Тышқан қорыққаннан, үйімде бір табақ тарым бар, дейді. Мысық, маған бір уыс тары бер, дейді. Тышқан үйіне барып бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарына барып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді, жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді, сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар су береді, суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырағын береді, жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді, қатықты апарып мақтағызға береді. Мақтағыз болса, мысықтың құйрығын өзіне береді. Ертеде ешкі жүні бөртеде. Мақтағыз бен мысық болыпты. Бір күні мақтағыз үй жинап жүргенде ойыншық тауып алады. Сосын мысықты шақырады. Мысық не істейді? Келмей қояды, иә? Келмей қояды. Сосын мақтағыз ол ойыншықты өзі алып алады. Бір кезде мысық келеді да, мақтағыздан сұрайды, мені неге шақырдың? Иә, ол мақтағыздың сүтін төгіп жібереді. Ал мақтағыз не істейді? Құйрығын тығады. Кесіп алады, иә, құйрығын мақтағыздың. Содан кейін ол кімге барады мысық? Мақтағыз, маған құйрығыңды берші. Иә, мақтағыз не дейді? Маған бүнші, сүт алып кел. Иә, сүт алып кел дейді. Сосын ол сүт алу үшін кімге барады? Сиырге. Сиырға барады. Сиыр, маған сүт берші. Не дейді ол? Маған жапырақ алып. Иә, жапырақ алып кел. Сосын жапырақ үшін кімге барады мысық?
Ағаш. Ағаш. Мхм. Ағаш. Маған жапырақ берші. Мхм. Ағаш не дейді оған? Сен маған Сен маған су алып кел дейді. Сосын ол алу үшін кімге барады суды алу үшін? Қыздар. Иә, қыздар не дейді? Сен. Қыздар бізге су берші. Мхм. Қыздар не дейді? Бізге сағыз алып кел. Иә, сағыз алу үшін кімге барады мысық? Дүкенге. Иә. Ағай, сағыз беріңізші. А маған жұмыртқа алып кел. Мхм. Жұмыртқаны кімнен сұрайды? Тауық. Тауыққа барады. Тауық. Маған жұмыртқа берші. Мхм. Маған тары алып кел. Иә, тарыны кімге барып сұрайды? Тышқан. Иә, тышқанды көреді. Тышқанға не дейді? Маған тары алып кел деп айтады, иә? Тары алып келеді. Тышқан келіп тары алып келеді. Тарыны кімге береді мысық? Тауыққа береді, да? Тауыққа бер. Тауық оған жұмыртқа береді. Жұмыртқаны кімге апарып береді? Дүкенге. Иә, дүкеннен не алады? Сағыз. Сағызды кімге апарып береді? Қыздарға. Иә, қыздар оған не береді? Су береді. Ағаш не береді? Шөп береді. Иә, шөп береді. Шөпті апарып кімге береді? Сиырге. Иә, сиыр не береді оған? Сүт. Иә, сүтті кімге апарып береді? Мақта қызға. Иә, мақта қыз оған не береді? Құйрығын береді. Құйрығын береді. Осымен ертегі бітті. Достар, ертегі оқиық және ертегімен бірге армандап өсейік. Пайдаңызға жарасын.